Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен зебра пирогтың ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге қант, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, сұйық май, какао, ұн қажет болады. Ең алдыменен жұмыртқаларымызды жарып салып алатын боламыз. Сосын қантымызды саламыз. Миксермен ең жоғары жылдамдықта ағарғанша араластырып алатын боламыз. Мінекей, бізде осылай ағарды. Міндетті түрде осылай ағаруы қажет болатын болады. Одан соң сұйық майымызды құямыз. Жай жылдамдықта араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Бір қасықтан аз-аздап саламыз. Мінекей дәл видеодағыдай. Енді қоспамызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какаомызды қосамыз. Енді формамызға пергамент қағазымызды төсеп, бірінші какао қосылған қоспамызды саламыз. Одан соң екінші қоспамызды қосамыз. Екі қоспаны да бір қасықтап салып аламыз. Мінекей салып алдық. Енді осындай спашкамен әдемі ою өрнектер салсаңыздар болады, өйткені әдемі болып тұрады. Сондықтан ою өрнек салсаңыздар болады. 150 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне біздің зебра пирогымыз дайын. Сүтсіз, айрансыз, өте жұмсақ, қарапайым жолмен жасалатын зебра пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сәттілік ас болсын.